Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Паскаль тіліндегі массивтер тақырыбына болмақ. Сонымен бастаймыз. Жалпы массивтер бүкіл бағдарламалау тілдерінде дерлік бар. Бүгін біз енді Паскаль бағдарламалау тіліндегі массивпен танысатын боламыз. Жалпы оның құрылымына қысқаша көз жүгіртіп өтеміз. Одан кейін өзіміздің дәстүріміз бойынша массивтермен жұмыс жасап, оларға нақты бір мысал келтіреміз. Сонымен теориялық тұрғыдан массив дегеніміз не? Массив дегеніміз атауы бар бір типті реттелген элементтер жиынтығы. Енді осы теорияның өзін сөйлетіп көрейік. Жалпы массив дегеніміз сонда бір емес, бірнеше элементтерден тұрады екен. Яғни элементтер жиынтығынан тұрады. Ол элементтер бізде реттелген болады екен. Яғни ол массивтің құрамындағы элементтердің өзінің реттік нөмірі бар. Яғни олар бір тәртіппен реттеліп қойылған. Және де сол элементтердің барлығының типі бірдей болады екен. Демек, ол элементтердің барлығы мысал үшін бүтін сан болуы мүмкін, олардың барлығы нақты сан болуы мүмкін, не болмаса символдық типте тағы сол сияқты. Және де массивтің атауы бар екен. Демек, осы айтылғандарды қазір біз ескере отырып, массивті қазір бағдарламада сипаттап көреміз. Сондай-ақ массивтер Паскаль тілінде array кілттік сөзі арқылы сипатталады. Жалпы енді сипаттап көрейік біз бағдарламамызда массивті. Массив var, яғни айнымалылар бөлімінде сипатталады. Мысалы үшін біз 7 элементтен тұратын бір массив A деген массивті сипаттап көрейік. Сонымен A бірінші массивтің атауы кетеді, одан кейін барып қос нүкте, одан кейін барып array кілттік сөзі, одан кейін барып массивтің элементтердің саны, яғни элементтердің жиынтығы деп айттық, ол бірнеше элементтерден тұрады. Яғни қанша элементтерден тұрады, осы жерде көрсетеміз. Біз айттық 7 элементтен, яғни диапазон. Диапазон деп жатқанымыз осы элементтердің саны. Сонымен, одан кейін of кілттік сөзі, енді одан кейін элементтердің типі. Мысалы үшін integer. Демек, теорияға қарасақ, бір типті деп тұр. Демек, осы жердегі массивтегі 7 элементтің барлығы да бір типті, яғни бүтін типтегі сандар болады. Integer типіндегі сандар болады. Жалпы енді бұл көзімізге қалай елестейді? Мысал үшін, мынау компьютердің өздеріңіз білесіздер, жедел жады. Біз қазір мынау іс-әрекетті жазу арқылы, яғни мынау қатарда кодты жазу арқылы біз жадтан мынандай орын бөлдік. Демек, A массивін жарияладық. Және де бізде 7 ұяшық бар жадтан. Біз 7 ұяшық болдық. Яғни реттелген, бір тәртіппен реттеліп қойған. Яғни бірден бастап 7-ге дейін реттелген ұяшықтарды жарияладық. Яғни массив жарияладық біз. Әр ұяшықтың өзінің нөмірі бар. Яғни мынау бірінші ұяшық, мынау 2, мынау 3, мынау 7. Енді бұл ұяшықтарда енді тек қана бір типті элементтер сақталады. Яғни бүтін сандар. Біз жаңа көрдіңіздер, барлығы бүтін сандар деп айттық. Яғни осы 7 ұяшықтың бәрінде бүтін сандар сақтауға болады. Мысалы үшін 5, 18, 2000 деген сияқты. Ол түсінікті ғой. Енді массивтің әр элементіне қол жеткізу үшін, мысалы үшін мынау бірінші элементі деп аталады массивтің, мынау екінші элементі, мынау үшінші элементі, тағы сол сияқты кете береді. Демек, мынау ұяшыққа қол жеткізу үшін, яғни бірінші элементіне қол жеткізу үшін массивтің атауы және оның индекс нөмірі жазылады. Демек, енді бағдарламада кірісіп көрейік. Біз мынау қатар кодты қазір біз айтып кеттік. Енді жалпы біз сіздерге практикалық жүзінде көрсетіп көрейік. Мысалы үшін, қараңыздар. Массивтің элементтеріне, яғни айнымалылар сияқты мән-меншіктегі болады. Мысалы үшін, менде i деген айнымалы бар. Мысалы үшін, мен бүйтіп қояйын. i деген айнымалыға 1 деген мәнді меншіктейін. Демек, енді i меншіктеу, мысалы үшін 5. Енді бізде массивтің бірінші элементінде бізде 5 деген санды біз мына жерде меншіктедік. Тексеріп көрейік. i. Міне, көріп тұрғандарыңыздай 5 деген сан экранға шықты. Енді
идің мәніне енді 2-ні меншіктеп көрейік. А, И меншіктеу, мысалы үшін 33. Демек енді бұл жерде не жүреді? Бұл жерде енді екінші элементке біз нешті меншіктеп жатырмыз? 33-ті. Әрине оны былай да көрсетуге болады, мысалы үшін былай. Одан кейін үшінші элементті былай көрсетуге болады. Демек мен бұны жазып жатқан себебім, алдағы уақытта циклдармен жұмыс жасаймыз. Осы массивтерді қолдану барысында соған түсінікті болу үшін осы мақсатта айтып жатырмын. Демек, енді екінші элементте 33 деген бізде сан бар. Міне осылай жұмыс жасаймыз. Әрине бұл массивтерді бір-біріне қосуға болады, бір-бірінен айыруға болады. Қарапайым мынау айнымалылармен қандай жұмыс жасаймыз, сол сияқты массивтермен де жұмыс жасай беруге болады. Енді достар, Паскаль тіліндегі массивке нақты бір мысал келтірейік. Бірақ мен тағы да бір айтқым келген нәрсе, осы мысалы келтірместен бұрын Паскаль тіліндегі массивтерге тағы да бір қысқаша бір мәліметтер қосып өтсек, қосымша мәліметтер. Жалпы Паскаль тілінде массив жарияланған кезде оның элементтерінің барлығында 0 деген сан болады. Яғни мынау элементтердің барлығының ішінде 0 деген сан бар. Әрине оны тексеріп көруге болады. Мысалы үшін мен қазір көрейін экранға шығарып А массивін. Міне көріп тұрғандарыңыздай 7 элементте де бізде 0 деген мән меншіктелген. Әрине массивті біз былай нәтижені экранға былай шығармаймыз. Біз циклдар пайдаланатын боламыз. Сонымен енді қарап тұрсаңыздар, массив индекстер ғой, массивтің нөмірлері. Бұны яғни индекстер деп атауға болады, индекстік нөмірлері. Жалпы массивтің элементтерінің нөмірлері қарап тұрсаңыздар өсу реті бойынша орналасқан, яғни реттелген бір тәртіп бойынша орналасқан. Естеріңізде болса, мысалы үшін for циклындағы санағыштың мәні бізде өсу реті бойынша орындалатын еді. Міне осы біз екі қасиетті пайдаланып, осы массивтер мен циклдарды бір-бірімен біріктіретін боламыз. Жалпы осы массивтермен жұмыс жасауға арналған ең негізгі осындай бір ең жақсы ең былай удобно дейді ғой. Ең ыңғайлы цикл бұл for циклы. Сонымен ең бірінші біз Паскаль тіліндегі массивтерге ең бірінші мән меншіктеуден бастайық. Мысалы үшін қараңыздар. For I тең 1 to 7, яғни 7 элемент қойса do. Енді біз бүйтеміз. А, И меншіктеу И көбейтілген 10. Енді бұл енді массивке мән меншіктеу, массивке жазып қосылайын, массивке мән меншіктеу. Енді жұмыс принципі қандай бұл? Бұл жерде не болады? Ең бірінші элементке, яғни мына жердегі бірінші элементке, яғни 10 деген сан меншіктеледі. Яғни бірінші элементке И-ге 10 көбейтіледі, 10 деген мән меншіктеледі. Одан кейін екінші элементке 20, одан кейін үшінші элементке 30, солай кете береді. Ең соңында жетінші элементке бізде 70 деген мән меншіктеледі. Енді біз экранға шығар нәтижесін тексеріп көрейік. Жалпы for циклының жұмысын сіздер жақсы білесіздер. To 7 do. Енді бізде экранға шығарамыз. Write операторымен шығара берейік. А, И және аралар ашық болу үшін бос орын қойып кетейік. Хоппа. Міне көріп тұрсыздар, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Әрине бұл енді массив элементтеріне мән меншіктеудің бірінші тәсілі. Енді бұдан бөлек, енді өзіміз қолдан енгізуімізге болады. Массивке қолдан енгізу үшін элементтерді біз келесі әрекет орындаймыз. Яғни біз мынаны өшіп тастаймыз, for циклдың операторында, денесіндегі мына операторда. Енді біз келесі бағдарламалық кодты жазамыз. Сонымен begin end бізде екі әрекет болады циклдың денесінде. Экранға шығарамыз. Айыншы элемент тең болады. Әрине ыңғайлылық үшін read ln
AI. Демек, енді бұл жерде не болады? Орындап көрейік. Біз енді массив элементтерін қолдан енгіземіз. Яғни бірінші элементі мысалы үшін 4, одан кейін 3, одан кейін 22, 7, 8, 9, және де 7 элемент 7. Міне біздің енгізген сандарымыздың бәрі. Яғни демек біз мына циклда массив элементтерді енгізіп алдық. 7 мәртебе орындау, циклды орындау арқылы одан кейін барып, біз сол енгізілген мәндерді мына жерде экранға шығардық. Міне көріп тұрсыздар. Енді өзіміздің нақты мысалымызға келсек, жалпы бізде мынандай бір есеп берілген: массив элементтерінің қосындысын анықтау. Бізде 7 элементтен тұратын массив элементтері бар. Енді біз массив элементтеріне мынау оператор арқылы мән енгізіп аламыз. Мен мынау операторды өшіріп тастай салайын. Әрине, циклдың өзін емес, циклдың денесін өшіріп тастай салайын. Циклдың өзі бізге керек болады. Біз 7 элементпен жұмыс жасауымыз керек қой. Яғни демек 7 элементтің қосындысын есептеуіміз керек. Бізде қосындыны есептеу үшін қос деген айнымалы керек болады. Яғни қосынды деген сөз ғой енді. Түсінікті шығар. Демек, бізде циклымыз 7 рет айналады. Біздің қосындыны есептеу кодымыз мынандай болады. Демек, қос меншіктеу қос плюс AI. Соңында экранға шығарамыз нәтижені. Қазір қосынды тең. Демек, енді бағдарлама қалай жұмыс жасайды? Бірінші енгізіп көрейік. Ең алдымен бірінші мәндерді енгізіп алайық. Бірінші элемент мысалы үшін 22, 3, 11, минус 33, 43, 4, минус 22. Бізде қосындымыз 18 деген сан шықты. Демек, бұл жерде бағдарлама қалай жұмыс жасайды? Жалпы біз 7 элементті енгізіп алдық. Мына жерде енді мынау оператор, бірінші for оператор цикл санағышы бірінші мына жерге келеді. Яғни бірінші элемент. Бірінші элементіміз бізде 22. Демек, 22 мына жерге 22 келеді. 22 қосылып, мына айнымалымен қосылып, нәтижесі мына айнымалға сақталады. Яғни 0 плюс 22 бірінші қосындының мәні 22 болады. Әрине, сіздер бұның жұмыс принципін білесіздер. Мен айтпай қойын. Одан кейін барып бізде 2 келеді. Екінші элемент, одан кейін ол 3, одан кейін 4, одан кейін 4, төртінші элемент бізде минус 43. Жалпы осылай 7-ге дейін жалғасады. Соңында бізде қосындының мәні есептеп бітіледі. Демек, бізде 18 деген мән шықты. Сонымен достар, енді массивтер жайлы тағы да бір қысқаша бір-екі ауыз сөз айтып кетсек, жалпы массивтерді қай кездерде қолданамыз? Мысал үшін сізде мынандай жағдай болсын, саудагердің бір айлық табысын табатын есептейтін бағдарлама құру керек болсын. Сол кезде мысал үшін қарапайым массивті сол кезде қолдануыңызға болады. Мысал үшін сіз массивті 30 элемент қылып, оның бірінші элементіне мысал үшін саудагердің бірінші күні тапқан табысы, одан кейін екінші элементіне екінші күн тапқан табысын, дәл сол сияқты 30-шы элементіне 30-шы күнге тапқан табысын жазып сақтап отыруыңызға болады. Әрине, сол мәндердің бәрін қосу арқылы сіз саудагердің бір айдағы тапқан табысын есептей аласыз. Не болмаса, бұл массивке мысалы үшін қарапайым студенттердің мынау емтихандардан жинаған балын да жазуға болады. Сол массивті сұрыптау арқылы ең көп жинаған балды да анықтауға болады. Жалпы осындай іс-әрекеттер көп айта берсең. Әрине, енді бұлардың бәрі уақытпен келетін дүниелер. Мен сіздерге қазір қолдану жерлерін айтып жатырмын. Және де бұдан да басқа негізді массивтердің қолданатын жері өте көп. Жалпы мен сіздерге айтып жатырмын. Енді сіздер көп мынандай практикалық жұмыс жасап көріңіздер. Бәрі де сіздерге түсінікті болады. Әрине, мынау бейне сабақтардың сіздерге пайдасы тиіп жатса мен қуанатын едім. Жалпы енді тағы да бір айтып кететін бір нәрсе, мысалы үшін жаңа саудагер жайлы айтып қалдық қой, 30 күндік табысы деп. Енді массивтің диапазонына келетін болсақ, массивтің диапазонын берген кезде біз мына жерде саудагердің мысалы үшін табысын есептейтін болсақ, енді бір айлық табысын есептеу керек қой, біз 30 деп беретін едік. Енді ол кезде мына жерде 7 деген санның бәрі 30-ға өзгереді. Яғни біздің циклымыз 30 күнді есептеп шығу керек қой.
Міне осылай өзгереді. Негізінен бұл диапазонды бұлай берген негізінен шамалы дұрыс емес. Диапазонды негізінен бір тұрақты мән ретінде берген дұрыс. Мысал үшін қалай? Мысал үшін бір тұрақты мәнді алайық. Const бір тұрақты мән. N деген тұрақты мән болсын, ода осы массивтің диапазоны сақталатын болсын. Мысал үшін 30, иә? Енді бізде 30 деген санның орнына, диапазонның орнына біз осы тұрақтың жазып қойғанымыз негізінен дұрыс болады. Енді мына жеріміз біздің N, мына жеріміз де біздің N болады. Не үшін? Байқаған болсаңыздар, мысал үшін енді массивтің саны мысал үшін былай болсын да, массивтің саны 100 элементтен тұрады десе, сіз жаңағыдай мысал үшін алдында 30 деген элемент болды ғой. Біз байқаған болсаңыздар, 30 мына жердегі санның бәрін біз 30-ға ауыстырып шықтық. Бұл негізінен бізге ыңғайсыздық тудырады. Егер мысал үшін мына жер n деген бір тұрақты мән болатын болса, егер массив 100 элементтен тұратын массив құр десе, сіз мына жерге мысал үшін 100 деген санды қоя саласыз. Ал енді бағдарламаның барысында сіз мына жердің бәрін 100 деп өзгертіп жүрмейсіз. Мысал үшін мына жердің бәрін 100 деп өзгертіп жүрмейсіз. n тұрған жердің барлығы, яғни мынау n тұрған жердің барлығы автоматты түрде бізде 100 болып кете береді. Міне осындай фактілер. Әрине бұларды сіздер бағдарламада қолданасыздар деген ойдамын. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.